Соңғы постыма түсініктеме достар. Үшеуі де дұрыс. Біріншісі, бұл жерде Катарда қазір 50-ден 60-қа дейін күн ыстық. Мен соңғы кезде ультрафиолет қабылдағым келмейді, күнге күйгім келмейді. Менің терім қазір қабылдамайды қатты күнді, сондықтан мен осылай жабық жүріп, суға осылай түскім келгендіктен мен осылай бір киімдер сатып. Екіншісі, бұл жерде өте қатал емес. Ешкім бұл жерде саған киіміңді ауыстыр деп айтпайды, бірақ бұл жерде ашық-шашық киініп жүрген адамдарды көрмейсің. Және жан-жағында арабтар, осы Катардағы арабтар өте көп жүреді, өздері демалып, өйткені бұл жерде аквапарк бар, отельде. Сондықтан местные жители де келіп, осы жерде балаларымен келіп түседі. Сондықтан ашық киім келмейді, әсіресе пляжда. Ал енді үшіншісі, осы Риксоста өзіміздің отандастарымыз өте көп. Ол әрине қуантады, өйткені барлығы приветливый, сондай жақсы, амандасы, сәлемдесіп тұрады. Бірнешеуімен танысып та үлгерді. Сондықтан үшеуі де дұрыс достар. Қазір 5-кам таратам, кім солай жазды, үшеуі де дұрыс деген.